Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балжан Серікқызы. Бүгін сіздерге баклажаннан керемет кешкі астың рецептін бөлісетін боламын. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен баклажандарымызды жақсылап жуып аламыз, содан кейін видеодағыдай формада кесіп алатын боламыз. Келесі кезекте баклажандарымызды видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Барлығын осылайдан бөліктерге бөліп аламыз. Бірақ соңына дейін кеспейміз. Бізге ажырап кетпеуі керек баклажандарымыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар, дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Баклажандарымыздың барлығын осылайынан кесіп дайындап қойдық. Келесі кезекте бізге майдаланған ет, яғни тартылған ет керек болады. Пияз, 3 тісше чеснок керек болады, яғни сарымсақ. Олардың барлығын майдалап, үкіштен немесе блендерден өткізсеңіздер болады. Және бір жұмыртқа керек болады. Жұмыртқа бізге етіміздің барлығы бір-бірімен бірігуі үшін. Тұз, дәмдеуіштерді өзіңіздің қалауыңызға қарай салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып бір келке етіп алатын боламыз. Мінекей етімізді дайындап алдық. Енді жаңағы кескен баклажандарымыздың арасына осылайынан етімізді салып шығатын боламыз. Міндетті түрде барлығының арасына салып шығуларыңыз керек. Піскен кезде еттің баклажанмен дәмі өте әдемі, тамаша болып шығады. Егер менің каналымдағы рецепттер сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Бұл тағам диетаға отырған ПП-ға, яғни ПП тамақтарды қолданатын адамдар үшін таптырмас керемет рецепт, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей баклажандарымыздың арасына еттеріміздің барлығын бір келке етіп салып шықтық. Келесі кезекте табамызды қыздырып 200 мл-дей сұйық май, одан кейін 1 шай қасық тұз салатын боламыз. Тұзымызды кішкене араластырып жіберіп, ертіп алатын боламыз. Сол қызған майымызға баклажандарымызды осылайынан теріп шығатын боламыз. Баклажандарымыздың екі жағын қызартып пісіріп алу керек бізге. Мінекей баклажандарымыздың келесі жағын қызартып пісіру үшін осылайынан аударып шығамыз.
баклажандарымыз дайын болғанша бізге помидорлар керек болады. Помидорларды да баклажан сияқты осылайынан кесіп шығамыз. Соңына дейін кеспейміз. Бізге 3 штук помидор, яғни қызанақ жетеді. Сондықтан егер қызанақты көбірек қосамын десеңіздер, өздеріңіз байланысты қоса берсеңіздер де болады. Осы помидорларымыздың дәмдеуіш ретінде тұз бен қара бұрышты сеуіп шығыңыздар. Араларына осылайынан сеуіп шықсаңыздар болады. Ол сіздердің қызанақтарыңыздың піскен кезде өте дәмді болу үшін. Келесі кезекте біз соус дайындайтын боламыз. Оған бізге осылай томатный паста болмасам, үйлеріңізде қысқа жауған осындай салаттарыңыз болса да жарайды. 2 ас қасық томатный паста болса да жарайды. Соған 200 мл суға араластырып дайындап қоятын боламыз. Баклажандарымыз осылайынан ыдысқа теріп шығамыз. Біз қазір бұны духовкаға салатын боламыз. Духовкада толықтай пісіріп аламыз. Баклажандарымызды осылай теріп шығамыз. Одан кейін арасына помидорларымызды қойып шығатын боламыз. Помидорларымызды теріп шықтық. Одан кейін үстіне соусты осылаймен құйып шығамыз. Сөйтемізде духовкаға 180 градусқа 30 минутқа жібереміз. Мінекей біздің баклажандарымыз өте тамаша, сочный духовкада осылайынан болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйдегілерді қуантыңыздар. Дәмі ерекше, бір жегеннен тағы да қайталап жасайтындай тамақ болады. Менің отбасыма бұл өте қатты ұнады, сондықтан сіздерге де жасап көрулеріңізді ұсынамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.